Мұғалім және жалған ақпарат. Жалған ақпаратты шынайы жаңалықтан ажыратудың 6 ережесі. Бірінші, жаңалықтың қайда жарияланғанына мән беріңіз. Егер әлеуметтік желіде қандай да бір таңқаларлық жайтты сипаттайтын тақырыпты көрсеңіз, оның әрдайым дұрыс ақпарат екеніне күмәнмен қараңыз. Желідегі жаңалықтарды 2 рет тексеріңіз. Мұндай жазбалардың мақсаты мүмкіндігінше көп қаралым, реакция жинау. Екінші, тақырыпқа мән беріңіз. Әдетте сары жаңалықтар бірден көрінеді. Олар бір сөзбен айтқанда жаға ұстатып айқайлап тұрады. Үшінші, фотолар мен видеоларға сын көзбен қараңыз. Қазіргі уақытта фотошоп шеберлері кез келген фейкті 1-2 минутта жасай алады. Төртінші, жаңалық жарияланған веб мекен-жайға мұқият зер салыңыз. Қазір ірі жаңалықтар ресурстарына еліктейтін жалған сайттар құрылып жатыр. Бесінші, автордың сауаттылығын бағалаңыз. Егер жаңалық мәтінінде қате көп болса, онда бұл ақпараттың жалған болу ықтималдығы жоғары. Алтыншы, жаңалықтың қашан жарияланғанына мән беріңіз. 1 сәуірде жарияланған жаңалықтарға да мұқият болғаныңыз жөн.